Kenzul Arş. Allah'ım, дұғамды Рахман және Рахим есімдеріңмен бастаймын. Бісмилля шәріптің қасиеті үшін дұғамды қабыл ете көр. Сен өзіңнен басқа тәңір жоқ даңқ иесісің. Сен барлық мал мүліктің иесісің. Жақсыдан жаманды, жаманнан жақсыны, дұрыстан бұрысты, бұрыстан дұрысты, ақиқаттан жалғанды, жалғаннан ақиқатты айыра алатын парасат берген Раббым. Уа билік иесі, уа әділет иесі, өзіңнен басқа тәңір жоқ, біздің және ата-бабамыздың жаратушысы. Сенен басқа тәңірді мойындамаймыз, тек саған ғана құлшылық етеміз. Саған лайықты түрде құлшылық ете алмадық. Өз нәпсімізге зұлымдық жасаушылардан болдық. Бізді кешіре көр, уа Раббым. Сен жалғызсың, және сенің ешқандай серігің жоқ. Мүлік сенікі, барлық мадақ мақтаулар саған лайық. Өмірді де, өлімді де беруші өзіңсің. Өлмейтін мәңгі тірі тек қана сенсің. Игіліктің бәрі сенің құдірет қолыңда. Қайта оралатын соңғы жеріміз өзіңнің құзырың. Уа Раббым, уа Раббым, уа Раббым, барлық нәрсеге күші жететін тек қана өзіңсің. Бізді ұялта көрме, тек қана сенен жәрдем тілейміз. Көмегіңді бізден аяма. Күш құдірет саған ғана тән, бізді күш қуатты ете көр. Сенен басқа тәңір жоқ екендігін мойындай отырып, берген нығметтеріңе шүкір етемін. Шүкірімді қабыл ете көр. Раббым, уа Раббым деп сенен басқа тәңір жоқ екендігіне иман келтіріп мойындадық. Міне, осы иманымызбен бізді өз құзырыңа ала көр. Сенің атақ абыройдың жоғары, даңқ мәртебең биік. Сен бүкіл кемшіліктерден пәксің. Тәсбихімді рияткерліктен сақтай көр. Жәбірейілдің қанаттарына жазылған қасиетті есіміңнің құрметіне дұғамды қабыл ете көр. Микаилдің қанаттарына жазылған қасиетті есіміңнің құрметіне дұғамды қабыл ете көр. Әзірейілдің алақанына жазылған қасиетті есіміңнің құрметіне соңғы демімде иманмен өзіңе жан тапсыруды нәсіп ете көр. Ирсафилдің маңдайына жазылған қасиетті есіміңнің құрметіне мені халал жолдан ризықтандыра көр. Мүнкар нәкірге қуат берген қасиетті есіміңнің құрметіне маған қабірге түскенде кідірмей дұрыс жауап беруімді нәсіп ете көр. Хақ болған ұлы есімдеріңнің және құлдарыңның сырлары құрметіне мені өзіңе құлшылық етуден алыстатпа. Исламды ең кәміл дәрежеге жеткізген исму ағзамның құрметі үшін бізді және перзенттеріміз бен ұрпақтарымызды ислам аясында өмір сүруді нәсіп ете көр. Адам пайғамбардың алейхиссалам жәннаттан дүниеге жіберілгенде тәубасын қабыл еткен исму ағзамның құрметі үшін тәубаларымызды қабыл ете көр. Сен алейхиссалам оқыған исму ағзам құрметі үшін біздің мәртебемізді өсіре көр. Ұлы аршты көтере алулары үшін періштелердің жәрдем тілеп оқыған исму ағзамның құрметіне бізге күш қуат бере көр. Тәуратта, Інжілде, Зәбурда және Құран кәрімде жазылған исму ағзамның құрметіне бізді Құран жолынан айыра көрме. Құлдарына мейірім төккен исму ағзамның құрметіне бізді нәпсімізден қас қағымдай сәт болса да жалғыз таста кәміл мағынаға ие исму ағзамның құрметіне дұғаларымызды қабыл ете көр. Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам оқығанда алаулы оттан құтылған исму ағзамның құрметі үшін бізді жаһаннам отынан құтылған құлдарыңнан ете көр. Исмаил пайғамбардың алейхиссалам оқығанда құрбандықтан құтылған исму ағзамның құрметі үшін бізді өсек аяң айтып ғайбаттанушылардың зұлымдығынан сақтай көр. Исхақ пайғамбардың алейхиссалам оқығанда дұғаларын қабыл еткен исму ағзамның құрметі үшін дұғаларымызды қабыл ете көр.
Хут пайғамбардың алейхиссалам оқыған исму ағзамның құрметі үшін қалау тілектерімізді қабыл ете көр. Якуб пайғамбардың алейхиссалам оқығанда соқырлықтан құтылған және сүйікті ұлы Юсуфты оған қауыштырған исму ағзамның құрметі үшін қиыншылықтарымыз бен уайым қайғымыздан бізді арылта көр. Дәуіт пайғамбарды алейхиссалам дүниеге халифа етіп оқығанда темірді қолында қамырдай илеткен исму ағзамның құрметіне ризықтарымызға берекет бере көр. Сүлеймен пайғамбардың алейхиссалам оқыған исму ағзам құрметіне бізді жер жүзінде сөзі өтетін құлдарынан ете көр. Аюб пайғамбардың алейхиссалам оқығанда ауруынан айыққан исму ағзамның құрметіне бізді де түрлі сырқауларымыздан айықтыра көр. Иса пайғамбардың алейхиссалам оқығанда өлгендерді тірілткен исму ағзамның құрметі үшін қайтыс болған туғандарымыздың рухын шат етіп, қабірлерін иман нұрымен нұрландыра көр. Мұса пайғамбардың алейхиссалам Тури Синада оқыған исму ағзамның құрметіне бізді бүлікшілер мен бұзғыншылардың жамандықтарынан сақтай көр. Әсия анамыздың оқығанда жәннатпен қауышқан исму ағзамның құрметіне бізді де жәннатыңа қауыштырып, дидарыңды көруді нәсіп еткейсің. Исраил ұлдарының оқығанда Қызыл теңізден өткен исму ағзамның құрметіне бізді Сырат көпірінен оңай өткізе көр. Қызыр атаның оқығанда теңіздің үстінде жүру қабілетін берген исму ағзамның құрметіне мейірім шапағатыңның теңізіне шомылуды нәсіп еткейсің. Пайғамбарымыз Ғафиз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам Сәуір үңгірінде оқыған дұшпандарынан құтылуды нәсіп еткейсің. Исму ағзамның құрметі үшін бізді барлық дұшпандарымыздың аяқ астында езілуден және олардың зұлымдықтарынан сақтай көр. Уа Раббым, ұлылардың ұлысы, аса жомарт өзіңсің. Маған өзің ғана қорғансың. Мен үшін сенен басқа дос та, арқа сүйер де ешкім жоқ. Күш қуат тек қана сенің күш құдіретіңе тәуелді. Аллахым, салауат пен сәлемім пайғамбарымыз Ғафиз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам және оның саллаллаху алейхи уассалам ахли бәйті мен сахабаларына болсын. Әумин. إله إلا الله.